Алла тағала сахабалардың заманында жаңағы қоғамда ол кезде пайғамбарымыз саллаллаху сахабаларымен бірге жаңағыдай 200-лер де бар еді, иудейлер де бар еді, неше түрлі жаңа адамдар бар ғой. Сондай адамдардың бірін мысалға келтіреді. Солардың біреуі, егер Алла бізге кеңшілігінен мал берсе, онда міндетті түрде садақа береміз, міндетті түрде салиқалылардан боламыз деген серт кетеді. Соны Алла тағала Тәуба сүресінде түсіндіреді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва минхум ман ахадаллаха. Олардың іштерінде мынандай кісілер бар дейді. Лаин атаналлаху мин фадлихи. Егер Аллах тағала бізге өз кеңшілігінен берсе, яғни дүние берсе, ланасаддақанна. Сөзсіз, ешқандай күмәнсіз, міне сөзім, міне сертім, садақа берем. Валанакунанна минас солихин. Бұған қоса сөз жоқ, міне сөзім, міне сертім, салиқалылардан болам деген еді дейді. Енді беру Аллаға қиын ба, оңай ма? Оңай. Сонда Алла тағала айтады: "Фаламма атаху мин фадлихи." Сөйтіп Алла тағала оларға өзінің кеңшілігінен бере салған кезде бахилу бихи, сараңдық ұстады дейді, бергісі келмейді. Серт жоқ, ақша қызықты. Көрдіңіз бе қалай? Иман бар ғой жүректе. Бірақ дүние жеңетін де иман болады екен. Дүниеге жеңіліп қалған деген нәрсе де болады екен. Қауіпті нәрсе қандай? Бахилу бихи дейді, сараңдық ұстады дейді. Сосын уатаваллау, мен негізі серт олай бермеген едім. Вахум муғридун, сөздерінен теріс айниды дейді. Бұндай қылықтың зардабы не деп ойласақ, зардабы өте қорқынышты екен. Мына пайғамбарымыз саллаллаху бір хадисінде айтады, Абу Хурайрадан жеткен: "Ла яджтамиғул иману вал куфру фи қалби имриин." Адамның жүрегінде иман мен күпірлік бірге жасай алмайды дейді. Не мынау, не мынау. Бұл екеуі де болмайтын кезде бір нәрсе болуы мүмкін екен. Екеуі жоқ, басқа бір нәрсе келген. Күпірлікке жақында бірақ ол. Күпірліктігі. Сонда атаға айтады, жаңағы кісілер серттен тайып кеткен кезде фаақобахум нифақун фи қулубихим. Алла тағала осы қылықтарының соңын, артын 200-лікке ауыстырды дейді. Нифақун. Нифақ берді дейді жүрегіне, 200-лік фи қулубихим, жүрегіне сала салды дейді. Сол жүрегіне сала салғаннан мен үйтіп айтқан жоқпын, негізі деген сөзді оңай айтады деген адам. Мен сертімде негізі сөзін дұрыс тыңдамаған шығарсыздар, бұлай деген нәрселер кетуі мүмкін да. Сол қай уақытқа дейін ол жүрегінде жасайды ол нифақ дегенде, Алла тағала мен жолығатын күнге дейін.